Ешкім айтпаған оңай арықтаудың секретін тыңдаңыз. Сельдерей С, К, А, Е, ПП және В тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар кальций, магний, железо, калий, цинк, селен және антиоксиданттардың 12 түрі бар. Сіз тамырын, сабақтары мен жапырақтарын да пайдалана аласыз. Бұл туралы толық айтып берейін. Сельдерей смузи көптеген диеталардың бөлігі ретінде қолданылады. Салмақ тастау өнімі ретінде бірінші орында тұр. Оны қорыту үшін өсімдіктің өзіне қарағанда көп калория жұмсалады. Оны теріс калория деп атайды. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Клетчаткалардың жоғары мөлшері ішек микрофлорасын жақсартады және токсиндер мен шлактардың ағзадан шығарылуын тездетеді. Зат алмасуды жылдамдатады. Токсичный заттардың ағзадан шығарылуын тездетеді. Тағамның сіңуіне оң әсер етеді. Денедегі ісік пен артық жеткісті сұйықтықты кетіреді. Іш қату кезінде өте пайдалы, өйткені ол жеңіл іш жүргізетін әсерге ие. Терінің, шаштың және тырнақтың жағдайын жақсартады. Холестерин мен қандағы қант деңгейін төмендетеді. Бұл атеросклероздың, қант диабетінің және жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алу болып табылады. Иммунитетті арттырады, ағзаның өмірлік тонусын арттырады. Қатерлі ісік қаупін азайтуға көмектеседі. Бұл смузиді 200 граммдық бокалмен күніне 3-4 рет ішуге болады. Смузиді жаздың күні дарбызбен, қыстың күндері огурцымен, петрушка, көк алма қосып жасап ішуге болады. Кімдерге қолдануға болмайды бұл смузиді? Бүйрек ауруларына, жүктілік кезінде түсік түсіру қаупін туғызады. Лактация емізу кезінде ол сүтке жағымсыз дәм беруі мүмкін, және егер бұл өнімге аллергия болса, гастрит және асқазан жарасы болса, операциядан кейінгі кезеңдерде де оны қолдануға болмайды. Сіздермен болған пайдалы кеңестер арнасы. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.